Сәлеметсіздер ме, халдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Біраз уақыт болып қалды, сіздермен осылай бір сөйлеспедім, ой бөлісе алмадым. Бүгін енді бір кішкентай бір үзінді оқып қалдым да, сонымен көп бір ойлар келді, сіздермен бөліскім келді. Ода былай деп жазылыпты, ол енді тұрмыстанып үйленгеннен кейін қиналған, мысалы бір қыздың енді бір жан айқайы секілді сезілді маған. Ода былай деп айтыпты: мен қиналған кезімде маған көмектесетін аға, бауыр, әпеке, сіңлім болмады. Менің өстіп қиналғанымды көріп, маған қолдау көрсетіп, мені демейтін әкем сондай ролын атқармады. Ал анам болса, менің қолымнан жетектеп, мені алып қайтпады деген сөздер екен. Енді бұл сөздерді көріп, жүрегім ауырды. Сол кезде ойладым, біз кішкентай кезімізден бұлай бір ойды сіңіріп өсеміз өзімізге. Бізге ата-анамыз айтады: қиналсаң ағаң бар, әпекең бар деген секілді сөздерді айтады. Мен әлі есімде, анам ауырып жатқан кезінде маған айтты: балам, біз бұл өмірден кетсек, сен туыс туғанмен жанбағасың, біз жоқ болсақ. Сол үшін туыс туғаныңа жақсы мәміле жаса. Сондай секілді сөздерді айтты, әлі есімде тұрады. Сонымен мен енді анамның осы сөздерін естіп, өз өмірімді дұрыстауым керек деп тырыстым. Мен шама бар, туыс туғаныма ауыртпашылық салмайын деп ойладым. Бірақ та енді осындай сөздерді естіп өскен, осындай тәрбие алып өскен, өзі бір тұрмыстан ой қорытпаған кейбір енді адамдардың санасы сәл төмендеу болады ғой. Олар ойлап қалады: болды, мен қиналсам, маған көмектесетін адамдар бар, ештен кетпейді деген секілді болып олар тырыспайды. Сонымен өмірі дұрыс жолда болмайды, қиналады. Енді сол қиналған кезде, мысалы, ешкім саған көмектесуге борышты емес деген ой оларда бола алмайды. Олар ойлайды: маған әке-шешем солай айтып еді, неге бұлар маған көмектеспеді, неге әпекем, ағам осылай қарап отыр маған деген секілді ойлар болады да, ол өзінің өмірін өзі күйретіп алады. Мен ойлаймын, адам жеке дара даму керек деп ойлаймын. Мәселен, біз баламызды енді көп жағдайда бір балам жалғыз болып қалмасын, бір-біріне көмектессін деп ғана осы дүниеге әкелетін секілді сезілеміз. Солай істейміз ғой. Мысалы, жалғыз болып қалмасын дейміз. Екеу болсын, үшеу болсын, төртеу болсын, бесеу болсын деп солай дүниеге әкелеміз. Енді ойлап көрсеңіздер, мысалы, біз бәріміз әрқандай семьяда, мейлі 5 бала болсын, 6 бала болсын, кейін үлкейеді, өз тұрмысы болады, өз тұрмысымен қарбалас болады. Мысалы, бізде әзір жан-жақта жүрміз деген секілді. Сол секілді жеке дара өмір сүреді ғой, әрқандай пенде. Мен енді бірнеше жылдан бері осы шетелдің тәрбиесін, бала тәрбиесін көрем ғой. Сонда олар дамып кеткен мемлекеттер. Біз даму үстіндеміз. Бізде солардың дәрежесіне барамыз кейін. Біз еститіміз: ой, шетелдіктер балаларын кішкентай кезінде жалғыз өзін бір бөлмеге жатқызады екен. Қандай қатыгездік деп еститіміз. Бірақ ол қатыгездік емес екен. Ол қайта баланы шынайы сүю екен. Ол ойлайды, мысалы, ол бір күні ата-анасы өмірден өтеді. Бала сөзсіз жеке дара өмір сүруді үйрену керек. Кішкентай кезінен үйретеді екен. Қандай бір жауапкершілік деп ойлаймын. Мен де балама айтам көбінде: біз сені жақсы көреміз, сен бізді жақсы көресің. Кейін бізді жақсы көріп, сағынып бізге келесің, қарайласып тұрасың, мысалы. Бірақ ол сенің міндетің емес, балам, деймін. Жағдайың келсе қарасасың бізге. Сенің ең басты міндетің өз жағдайыңды жасау. Өзіңнің балаң болады, өз семьяң болады. Солардың жағдайын жақсы жасауың керек алдымен. Енді біз болсақ, қазіргі міндетіміз балаларымызды жақсы оқыту. Шамамыздың жетісінше ақша тауып, сендерді дұрыс тәрбиелеу. Кейін өздеріңнің жолдарыңды өздерің жақсы басуларың керек. Біздің шамамыз келмей қалған кезде, біз сендерге көмектесе алмай қалатын кезде біздің амалымыз болмайды. Енді әзіргі кезде жақсы үйреніп алыңдар деп айтам. Біз кәртейеміз, ол кезде жұмыс істейтін қабілетіміз болмайды. Сол үшін әзір біз өзімізге ақша жинаймыз. Біз барлық ақшаны сендерге істетіп тастамауымыз керек.
деп кей кезде ойыншық аламын деп сондай айтқан кезде айтам, балам, алып беретін нәрсені алып берем саған, бірақ біз өзімізге де ақша қалдыруымыз керек деп. Енді сол менің айтпақшым, ата-аналарға біз өзімізді дамытуымыз керек. Бала да өз жеке дара даму керек. Сіз де өзіңіз жеке дара дамуыңыз керек. Әзір бала сіздің міндетіңіз. Дұрыстап өсіру, оның кейінгі болашағын дұрыс алып жүруі, соған қарай тәрбиелеу біздің міндетіміз. Бірақ кейін олардың сөзсіз бізге қарайласуы міндет емес деп ойлаймын. Өйткені баланы осы дүниеге біз әкелдік. Сол секілді осындай ойлар енді мүмкін кей кісілер келіспейді менің ойыма. Бірақ мен ойлаймын, осындай ойларды сіңіріп өскен бала, ол еркін өседі. Ол өзіне бір ауыртпашылық түсіріп алмайды. Онда ол жақсы дами алады деп ойлаймын. Енді осындай ойлармен бүгін бір бөліскім келді. Дұрыс қабылдаңыздар. Рахмет.